Мені әлі Суля деп танитындар бар. Суля. Қай Суля? Бұзық. Мені ішке кіргізеді. Ішке кірсем, 10 қыз тір жалаңаш тұр ғой. 10 қыз? Иә, мен кішкентаймын. Өзің кішкентайсың ба? Жоқ, менікі кішкентай. Бір ауылда тұратын қыз біздің продюсерге шығып, сендер не үшін менің өмірімді түсіріп жатсыңдар? Тоқтаңдаршы. Қалайсың бауырым? Янадан да әдемі ма? Ол кезде білмеймін, брат. Айтпаймын бұл. Білмеймін, оны қандай оймен жазған ше. Типа, фотоларың жүріш, голый фотоң жүреш деген сияқты ше. Барлығына сәлем, Как будто каналының көрермендері, оқырмандары, роднойлары. Бүгін бізде арнада жаңа жоба оқиғама, похуйғама деп аталады. Бұл жерде біз өзіміздің басымыздан өткен қызықты оқиғалармен сіздермен бөлісетін боламыз. Қонақта Как будто арнасының және сыныптас веб-сериалының актерлары, сценаристері. Не хабар? Сіздермен жақынырақ танысу үшін осындай жоба жасап жатырмыз. Және біз жобамызды бастамастан бұрын бізге көп қойылатын, көп келетін сұрақтардың ішінен топ 5 сұрақты таңдап алдық. Қазір соларға сіздерге жауап беретін боламыз. Бізге келетін ең көп топ, комментарийға, дайректте бүкіл жерге келетін топ 5 сұрақ. Ең бірінші сұрақ. Тыйықше ме? Ең бірінші сұрақ, сыныптас жалғаса ма, яғни 4-ші маусым шыға ма? Қысқа нұсқа түсінікті жауап берсеңіздер. Қысқа нұсқа ма? Шығады. 4-ші маусым шығады. Примерно неше серия жалғасады бар қарай? Құдай қалса, бұйырса пландап отырмыз. Осы айдың соңына қарай съемкамыз басталады. 4-ші сезон шығады. Ол 10 сериядан тұратын болады. Қалжан қазір қандай оқиға айтасың? Ой, оқиға жетеді досым, біреуін айта саламын ғой. Менің есіме вообще оқиға түспей тұр да, сен бастасаң да. Бастайын ба? Короче, андай оқиға бар менде. Осы уақытқа дейін трейдинг саласын, трейдинг туралы көп естідік қой. Бірақ именно осы салада бір қатты кірісіп айналысып жатқан адамдар аз. Мен осы саладағы ең үздік платформаны тауып алдым ғой досым. Қандай? Pocket Option деп аталады. Бұл платформа ең алдымен сен небәрі 2-ақ сағатта меңгеріп аласың. Және бұл платформа өзінің фичаларымен ерекшеленеді. Бастап көру керек сияқты ғой, Бастап көру керек досым. Енді жаңадан келіп жатқан, жаңадан бастап жатқан жандарға айтар кеңесім, біріншіден демо-счеттармен және социалдық саудамен айналысып бастау керек. Мен саған көрсетейін. Міне. Біріншіден демо-счет дегеніміз, ол жаттығып, рингтандай миға сыймайтын ақшалар болды ғой. Солардың қалай өзгеру мүмкін екенін бақылай аласың. Түсіндің ме? Ол былай болатын. Екінші, социалдық сауда дегеніміз, бұл Pocket Option'ның басты ерекшеліктерінің бірі. Түсінесің ба? Бұл жерде тәжірибесі бар трейдерлердің, уже бұрыннан айналысып жүрген трейдерлердің келісімдерін қайталап, немесе копировать етіп жасауға болады. Что жері болып па? Ол былай болады. Копировать еттің, вставить еттің. Түсіндің ғой? Онда жоқ па біріншісін? Pocket Option'да сауданы бастау немесе депозитті толтыру үшін арнайы шарттар орындау керек. Ол былай болады. Депозиттің салымның бүкіл воронкасын көрсетіп отырмын вообще. Түсінесің ба? Сол үшін досым, өзің үшін жаңа бастама бастаудан қорықпа. Pocket Option'ның сілтемесін астына қалдырдым. Сол сілтеме арқылы өт. Және менің промокодымды терсең, алғашқы депозитіңа 60% аласың. Әдемі ғой, Әдемі? Сілтеме бойынша өтем. Яғни шілденің ортасынан бастап көрермендерге жол тартады. Әрине. Деп айта берсек болады. Қазір типа 3 ай каникул болып жатыр. Біз демалып жатыр. Мектептер жабық. Сыныптастар демалып жатыр. Әдемі. Екінші сұрақ. Кәріс дальше түсе ма деген сұрақ. Кәріс па? Кәріс. Сыныптаста бар ма ары қарай? Бұл сұрақ негізі мен ойлап тұрмын,
жұмбақ болып қалсын. Иә, бұл интрига болып қалсын деп ше. Яғни түспей қалуы да мүмкін, түсуі де мүмкін. Иә, спойлер жасасақ ертең қызық емес болып қалуы да мүмкін. Осы үшін Все. күтіп жүрсе бізге де қызық та. Ол мопедімен аман есен келіп алсын, көреміз. Давайте дальше. Ең көп қойылып жатқан топ 5 сұрақтың бірі кино түсірейін деп жатсыңдар ма, либо түсіресіңдер ма? Ағай. Иә, Бірінші болып Иә. Осы сұрақ. Аха. Біз мына медиа сфераға келгеннен бастап өзімізді мазалайтын сұрақ. Кино түсіреміз ба? Не? Біздің жасап жатқан мақсатымыз не жалпы? Иә. Ең басында сериал түсірген кезде біз кино түсіреміз деп бастағанбыз. Құдай қаласа, осы жылда киноны түсіреміз. Білесіңдер ғой, неғып білмейді. Осы жоқ, сіздерге айтып отыр просто. Құдай қаласа, осы жылы киномыз жарық көрсе екен. Бұйыртса биыл түсіріп, хотя бы келесі жыл көктемде болады, иә? Жалпы кино түсіру планда бар, соған дайындалып жатырмыз. Және мынандай сұрақ қоя кетейінші, астына жауап беріп кетсін. Мысалы, біз кино түсіреміз деп айтсақ, басқа бір адамдар бізге сұрақ қояды да, мысалы, сендерді тек ютубтан ғана қарайды, киноларыңа типа билет алып баратындар емес дейді да біздің аудиториямызды ше. Біздің оқырмандар да. Иә, біздің оқырмандар. Қазір осы сұраққа жауап біз сұрайық, типа біз егер кино түсірсек, сіздер бізді қолдап келесіздер. Бізді қолдап келесіздер ме? Біліп отырайық деген ғой. Иә. Астыға комментарийға жазып кетіңіздер, келетіндер болса, әрине енді кино дейтін ол сериал емес, деңгейі өте бөлек, актерлар, ой, вообще қызық болайын деп тұр екен. Иә, сол мысалы келеміз дейтін жауаптар көп болса, бізге де шабыт болатын еді. Иә, бізге мотивация беруді тоқтатпаңыздар. Осы жерін кесіп алып, TikTokқа салыңыздаршы. Мен тоқта бірден айтып кетейінші. Мен қазір байқап тұрсың да, дұрыс сөйлей алмай отырмын. Сен баяғыдан сондайсың. Просто брейктің астында мынандай пломба бар. Екіншісі мен андай сөйлейін десем тіліме тиіп қала береді. Түсінікті. Басынан бір айтып қойып жатсың ғой. Иә, просто астына субтитр жасай саламыз. Ғанидікіне жасайсың, ой, бауыр. Төртінші сұрақ. Сұрақ 5 сұрақтың ішінде жүрміз әлі. Сериалдарың неге кеш шығады? Андай комментарийлар болады еді, 1 жылдан кейін шығарасың. Армиядан, досым армиядан келді ғой дейтіндер. Неге кеш шығады? Өйткені біз тек актер болып басқа жобаларға түсіп кетіп жүрген жоқпыз да. Бұл біздің өзіміздің арна, бізге ешкім ақша төлеп жатқан жоқ. Біз өз қалтамыздан, өз қаржымыздан шығарып сериалдар түсіргендіктен кейде араларын солай ақша күтіп созып қалатын кездер болады. Енді сіздерге білінбеуі мүмкін, бірақ андай монтажға кейде тиын жетпей қалады, сәл бір жерлерді күтіп қаламыз, тиын жинап қаламыз деген сияқты моменттер ғой. Қазақтың қарапайым жігіттеріміз ғой, жайменде бастап сіздердің алдарыңызда өскен, былайша айтқанда. Сол енді кейде сондай моменттер болып қалады, әйтпесе қолымызда кәдімгі мырш ақша түссе, тұрса, подряд кәдімгі 2 күн сайын салып отыруға дайынбыз. Балдарда энергия жетеді сіздерден, әр сөздеріңізден, әр комментарийларыңыздан, әр лайктарыңыздан мотивация алып, біз түсіруді тоқтатпаймыз. Давай, кеттік, түсінікті ғой, ә? Сериал неге кеш шығады бірақ? Сол ғой, ә, жауабы? Просто жоқ, біз енді типа андайды жасамаймыз ғой. Сериал түсіріп қоямыз, бірақ өзіміз кешіктіріп жүрген жоқпыз ғой оны. Мысалы 4-ші сезон. Негізі бізге де тез шыққаны жақсы. Кейде өзіміз айтып аламыз да, осы воскресенье деп. Өзіміз артынан, келесі аптаға қалып қалды деп өзіміз ыңғайсызданып қалып жататын кездер болады. Одан кейін 5-ші сұрақ, Комната 209 сериалы және Магриб-Пышка сериалдары шыға ма? Тоже сыныптасының комментарийларының астында немесе бір дайрект көшеде көріп қалған кезде ең көп келетін сұрақтар. 209 сериал бойынша жігіттер жауап беріп жүріңіздер. Так, 209 Комната 2. Өте көп сұрайды. Менен даже сыныптастан көп сұрайды ғой. Мені әлі Суля деп танитындар бар. Суля, қай Суля? Бұзық. Жоқ, негізі 209-ды түсіруге болады. Не үшін жоқ, мысалы. Шабыт бар бізде. Если что, спонсорлар болса, ол авторлар бар, осы жерде отыр. Мен, Асқар Оразбаев, Манас Жарылқасынов и братан бар, Алпамыс Жарылқасынов. Осы үшеуміз, если спонсор болса, біз оны жазып шығаруға дайынбыз. Біздің продюсеріміз
Атқам Сайдуллаев оны түсіруге дайын, если спонсор табылып жатса. Үшін бәрі дайын, тек ақшалай ғана. Ақша бар ма, беретіңіздер. Егер спонсорлар болатын болса, біздің каналда почта көрсетілген, сол жерлерге жазып, қазақтың балдарын қолдап кетсеңіздер болады әрине. Мағрипышка сериалына келетін болсақ, ол сериал ары қарай шықпайды. Оны шықпауына бірнеше себептер бар. Жалпы өзіме ұнамай қалды. Біріншіден, екіншіден қыздың образында дейтін нәрсені қою керек болды. Былайша айтқанда, еркекке дұрыс емес деп біраз ағаларымыздан, біраз үлкен кісілерден ақылын алып, сөзін естіп, жалпы бұл нәрсені, бұл сериалды тоқтату керек болды. Негізі сол үлкен тәтелер сұрайды ғой меніңше. Үлкен тәтелер, Мағрипышка шықпай ма деген сияқты. Оның үстіне еще Мединамен бір видео салсаң, бір фото салсаң, астына Мағрипышка деп жазып. Ең ауыры осы маған. Ұнамайды. Өйткені Мағрипышка деген вообще бөлек әлем, бөлек персонаж. Қалай кішкентай қызды Мағрипышка дей салуға болады деген сияқты ғой. Енді ешкімге ренжімеймін, ешкімге еш нәрсе демеймін. Просто ары қарай жалғаспайды, шықпайды. Тоқтаңдаршы. Қалайсың бауырым? Білмеймін. Жан-жағыма қарап, мен де несің, так деп ұрып жатсыңдар ғой. Жоқ, соңғы сұрақ енді екеуіңізге және маған қатысты болды. Сол себепті микрофон бүйтіп ұстап. Білесіздер ғой, мен жағаласпай өзім. Нақты айтамын арасында. Қасымбай отырайын. Так, топ 5 сұраққа жауап бердік. Енді бұл неміздің аты қандай еді, қандай әңгіме еді? Оқиға ма, поқиға ма деп аталады. Или поқиға ма? Жаңа Мағрипышка дегеннен кейін медеттің бір оқиғасы есіме түсіп кетті, соны өзі айтып берсе. Бір момент. Мына тақырыпты біз подкасттың атын қайдан алғанымызды айтып берейік та, Мок. Негізі бұрын андай оқиға болды ма, поқиға болды ма деген бар еді ғой история. Типа соған байланысты соны айтып берші. Жаңа Мағрипышка дегеннен кейін есіме медеттің айтып берген бір оқиғасы түсіп кетті. Саған біреу звондаған дейді, сол сериал кезінде. Иә. Маған емес. Біздің продюсерге Атқам Сайдуллаевқа шыққан, жекесіне WhatsApp-ын тауып алып шыққан, осы Мағрипадан айтып берейін. Бір сол Түркістан облысында бір ауылда тұратын қыз біздің продюсерге шығып, сендер не үшін менің өмірімді түсіріп жатсыңдар, менен рұқсат алмай деген ғой. Түсінбей қалған ғой продюсер. В смысле сіздің өміріңізді деп. Енді Мағрипа деген ойдан шығарылған персонаж, ойдан шығарылған есім, ойдан шығарылған сценарий. Енді ішінде жизалар бар шығар. Сонымен ана қыз жазған ғой, неге сендер менің өмір бойымды түсіріп жатсыңдар? Тура бәрі дәл келіп жатыр. Даже алып қашатын жеріне дейін менің немді, сестрамды алып қашып кетті дей ма? Соны да тура сондай Мағрипаны алып қашатын қылып келтіріп ағасыңдар. Сосын менің андай ұйқымнан тұратынымды, анауымды, мынауымды бәрін түсіргесіңдер дейді ғой. Короче, прикиньте, ойлаңдаршы, сондай қыз бар болып тұр да, значит. Ең қатты шашылғаным, значит, ол сондай ма деп жатырмын да. Сондай қыз болып тұр ма деші. Қатты күлеміз. Сосын мен айтамын ғой, если реально соның өмірін точь-точь қайталап түсіріп жатқан болсақ, алдағы сериалдарда не болатынын айтып берсінші. Сценарий жазып қиналмай қойық. Сценарий жазып қиналмай қойық, сол қыздың аузынан ести салайық, алдағы бір айыңа не план мысалы, соған қарай деген сияқты. Сондай қызықтар болған, кейіннен ол кісіге айтып түсіндіріп, бұл ойдан шығарылған нәрсе, сіздің өміріңізге енді ұқсап кеткен шығар, может ұқсап кетсе. Өміріңіз кино болып жатыр екен. Өмірі сериал болып жатыр екен ол кісінің. Қазір бар ма екен Мағрипышка? Тоқтап қалды деп жатқан ғой. Аман жүріңіз сосын. Мүмкін осыны көріп қалар ол. Көріп қалып жатсаңыз, сізге сәлем, көп рахмет. Бір көңіл күйімізді көтеріп қойдыңыз. Мағрипа ойдан шығарылған персонаж. Кеттік ал. Не хабар сөйлетейік. Оқиға ма, әлде тоқиға ма? Айтал. Оқиға ма? Негізі бізде командада қызық оқиға не айтсам болады деп ойланып отырмын да бағанадан бері ше. Андай бір оқиға келді есіме. Короче, где-то 2020-да ма Мерседес алдым ғой, короче. И армиядан дос балам келеді, сонымен, короче, армиядан дос балам келеді де, давай жуайық дейді ғой наны ше. Мерседес емес, армиядан келген дос баланы, короче, жуайық дейді. Армиядан келген. Иә, келген. Жуып бере алмау, короче. Жоқ, жуып келген ғой. И, короче, есік алдында отырамын. Жоқ,
сөйтіп барып алып аламыз, заттардың бәрін алып аламыз, сөйтіп Не заттар жүреміз. можно подробнее, пожалуйста? Жоқ, оны айтуға болмайды. запчасть алып Так, пиво сосын. Пиво, чечил, керешки, тағы да көп заттар бар енді. И сөйтіп алып аламыз да, сөйтіп үй жаққа қайтамыз. И таң атып қалады, примерно таң атады. И короче, дос бала екеуміз бордюрмен машина айдаймыз, короче. Прикинь, бордюрмен машинада көрсін, бордюрмен бүйтіп айдап кетіп жатыр ғой, бордюрмен ше. И сөйтіп болып сағат где-то 8:30-9 болып қалған, есік алдына келіп тоқтаймын, короче. Крутой вообще жатыр ғой, короче, бүйтіп. Еще дос бала, аттар дос бала. Жанына кіріп сөйтіп, ей. Я не болды деп қараймын, короче. Қарап қалсам, папа такой сатында білмеймін. Не істеп жатсың дейді. Ештеңе деймін, ешіп жатсың дейді. Сол деймін, алдында не тұрады. Үйге кірмеймін дейді. Кетіп қалады. И тұрады да мама звондайды. Ладно, жатсың үйге машина қойып ұйықтай жат дейді. И жатып ұйықтаймын. И тұрсам, папа, жаным балам келді ғой, саған сорпалаңдап қойды дейді. Ет асып қоймай береді. Сорпасын басынан өйтіп қояды ғой. Сол кезде мен Папа, үйге кір, ертең азан ерте тұру керек. Не үшін? Таңертең бордюрларды жөндеп шығамыз. Сондай бір қызық оқиға болған. Өзіңдікі кішкене сорпасы. Ішпеймін ғой. Одан кейін не істемегенсің ғой. Ішпеймін. бірақ шынымен сорпа дайындап қойды. Иә, дайындап қойды. Шынымен айтып отырмын мен, өтірік емес. Шынайы болған иә, кәдімгі тұрып сорпасын ішіп. еш жерде айтылмаған әңгіме. Ой, еш жерде айтпаса, көп менде қызық оқиғалар ше. Просто көп жерде айтып қойдым. Армиядан дос балдарын күтіп алып қуып кеткендер болатын болса, комментарийға бар оқиғаларыңызбен қысқаша бөлісіп отырсаңыздар болады. Амал жоғынан просто. айтпақшы достар, астына ең қызықты өміріңізде болған оқиғаларыңызды жазыңыздар, және ең көп лайк жинаған оқырманымызға біз өз атымыздан 20 000 теңге лақтыратын боламыз. Сіз қызық оқиғаңызды жазасыз, сол сіздің қызық оқиғаңызға бәрі мәз болып лайк басады, кімнің лайкі көп, сол оқиға жеңімпаз. Асар, басыңнан өткен бір оқиға ма? Сіздікі оқиға болды, значит, оныкі прям оқиға болды. Қабасын сыйламайтын оқиға болды. Айтыңыз. Менде бар. Айтыңыз. Бір дос баламмен жүрмін. Машинасында ішіп отырсам, папасы келіп, оған нұсқан жоқ, маған нұсты деп ше. Жоқ, андай болған, мектеп кезінде. Мектеп кезінде көп шығар оқиғалар. Оқиғаң да бар, оқиғаң да бар. Андай случай бар. Мектепте 4-ші класс. 4-ші класс. И сол екеуін. Еңбек пәні болатын қай екенсің? Сол 4-5. 4-5 қой. Андай типа қыздар бөлек сыныпта қалады. Олар еңбекханаға ма кетеді. Еңбекхана. Дәретхана, әжетхана, еңбекхана деген бар. Химияхана деген. Біздің мектеп білмеймін, сондай еңбекхана, директорхана. Еметке бағу бөлмесі ғой. ағаштан шеберхана. бірақ еңбекпен өтеді. Сөйтіп андай типа өзі екі сабақтан болады. Еңбек болады. Бірінші екінші сабақ өткіземіз, үшінші төртінші сабақ еңбек. Әрі қарай тағы бір сабақтар өтеміз. Ол кезде түстен кейін барамыз. Мен еңбек пәніне кетеміз. Бірінші сабаққа отырамыз да, бірдеңелер кесеміз, ананы істейміз. Екінші сабаққа қоңырауға шығарсың ғой. Үшінші сабақтан кейін 15 минут қоңырау. Буфетке барамыз, қоржық анамына шайды атышып, пирожки жеп аламыз да. Сөйтсем класстың қыздары деп жүр да. Бірдеңе істегісі келіп жүрады. Білесің ба, бірдеңе иткісі келіп, бергісі келіп, не істеп жүрсе, сөйтіп қуып жүреді. Сөйтіп деп бір маған қағаз берді. Бір жапалам берді. Жоқ, бір конверт берді. Орақ қойған. Сөйтіп, салып алып, еңбекке барып оқимын деп тұр ғой.
бәріміз бүйтіп барамыз енді білер кеткен қызық қой мен ел ішінде жатып сөйтіп барамыз да барып ашамын деген асқар депті сен маған ұнайсың типа мен сені жақсы көремін типа екеуміз жүрейікші деп жақсы төртінші класста мен типа танымайсыз десің ғой ол кезде не істерімді білмей қаласың қазірдің өзінде не істерімді білмеймін төртінші класста тем более и сөйтіп айтамын ойымнан кетпейді қай қыз екенін білемін еще атын жазып қойған ғой беріп кеткен басқа еңбек отырып қазір бесінші сабаққа бар не істеймін деп отырмын бір кезде қоңырау болады бесінші сабаққа кіреміз соңғы сабақ қыстың кезі ол екінші қатардың бірінші партасында отырады екі мен артында отырамын жангелдідегі класстасым танисыңдар жангелді сөйтіп отырамыз бір кезде ана қыз қарайды өзі емес қасындағы подружкасы төртінші класста мимикасы қалай ғой балқашқа типа ше мен жангелдіге сол подружкасы уговорить етеді короче бизнесіңге ма типа жүрші сен жап жақсы қыз андай жүрші пожалуйста қай жер жаман жап жақсы қыз андай старшысы болған ше сөйтіп давай асқар енді бір бәрі алып келді и көніп қаламын и қоңыраудың болуына 5 минут қалғанда көніп қаламын андай соңғы сабақ бітіргенде ше сөйтіп көніп қаламын да жарайды жүрейін деп барды ше енді өзінше сөйтіп қоңырауға тыр деп бәріміз курткамызды киіп қызым бар өзі сен оған жазып жүрдің бе қалай жоқ алдында отыр ғой жарайды жарайды жүремін курткамызды киіп сумкаларымызға кітаптарымызды жинап жангелдіден шығып барады есіктен шығып барады да ол екеуі біздің алдымызда кетеді курткасын киіп алып шығып барады қызым бар қызым ғой менің қазір трико ұстаймын деймін ғой сөйтем да аяғына подножка қойған ғой аяғы ілінеді да бетпен қойған сөйтіп тұр тұрамыз жылайды ғой жылайды болды асқар мен сенен жүрмейін деп 5 минутта айырылысып кеттіңдер ма ой болды асқар мен сенен жүрмейін деп сол жерді тастап кетеді одан кейін айттым сен тастап кеттің ба сөйтіп 5 минут ең қысқа жүрген қызбен уақыттың 5 минут оқиға екен оқиға шұтырман өте қызық екен менде история бар негізі айта беріңдер история айтыңыз жоқ енді ол қыз қазір тұрмысқа шығып кеткен шығар может білмеймін ғой кешірім сұраймын өйткені балалық шақта ондай аяғымен бүйтіп ұстаған жоқ одан кешірім сұрап жатқан жоқпын жалпы үйленіп кеткен болса отбасына андай атын айтып отқан жоқ қой сондай оқиғалар болғанда кезінде сол үшін ұсыныс беріп ол төртінші класс деген ба ол өте күшті кезде ұсыныс берушілікпен қарайсыздар ғой иә сондай мен айтамын өте күшті мас сізде қандай мектеп кезде мынандай болады таңертең мектепке шығамыз остановка дейді біз дети дейтін автобус алып кетеді кино болмай ма американский кинолар түсінбейтіндер болса түсіндіре кетейін біз еңбекші қазалар есік қаласында остановкаға шығасың енді әр мектептің 3-4 автобусы болады мысалы тоқадаевқа 4 автобус сатпаевқа 4 автобус сондай ше тұрасың облыстық автобус келеді мінеді мектебіңе апарып тастайды қайтатын кезде сол күтіп тұрады отырасың и қайтадан жаңағы остановкаға алып келіп тастайды бізде түркістанда төрт мектеп болады 20 шақты көше бар қалағанмен барасың аяқпен иә аяқпен сөйтіп біз таңертең 8-дегі сабаққа 6-дан шығып аламыз жанымда 2 дос болған бар арман азамат деген сосын
бір көшеде андай 100 өсетше бір орыстың үйінде біз дачада тұрдық. Дачада андай орыстар тек үйлеріне суббота воскресенье ғана келеді демалуға. Қалған 5 күнде болмайды дейді. Суббота күні қояды уже. Сөйтеміз де бір не істейміз, бір орыстың үйіне түсеміз, үшеуміз. Кәдімгі мектеп формамен сумкамен жүрміз ғой. Сабақтан кейін ба? Сабаққа дейін сол Таңмен ба? Таңмен. Сөйтеміз андай сопақ ұзын жүзімдер бар ғой. Күшті. Сондайларды ішінде жеп жүріп қой, үшінші. Ішінде жеп жүріп тойып кетеміз да, ана көзіміз тоймай тұр ғой. Солқым болып тұр ғой. Сөйтеміз де сумкамызға салғайық дейміз ғой. Сөйтіп сумкамызға салып аламыз, короче. Кеттік остановкаға келеміз. Мысалы автобус келсе ішінде 50 орын болса, ана жерде 100 адам тұрады. Орынға таласасың ана жерде ше. Сөйтіп бірінші кіріп кетемін да, сумкамды қоямын ше. Ұмытып кетемін, ана 100 бар екен ше. Ана занят дейін бар ғой ше. Сумкамның үстіне отырамын да. Занят дейін ғой ше. Все, давай, в общем, келеді отырады. Сөйтіп барамыз. Прикинь, ана ұмытып кеткен ғой, вообще 100 бар екен ше. Үстіне отырамын да, мыжылып кәдімгі. Ұмытып кеткен сөйтіп классқа барып ашқан кезде кино болып тұр ғой кәдімгі. Дәптер, кітаптарын ашсам орталары ісініп кеткен ғой бүйтіп ше. Сөйтіп содан ұрлық қорлық екенін түсінген ұрлықты да кино болды ағай. Жақсына. Бір сұрақта адам ауырады ғой. Адам ауырған кезде құсатындар бар жолға шығып. Сендерде ең ұзаққа құсқан кездерің болған ба? Момент, который андай деп бір жерге емес андай. На расстоянии. Или былай. Сен любой адам иіліп құсады деп ойлаймын. Ондай болған дейді. Қандай? Таңертең алып өзі ішпейсің, екінші класс. Памятің күшті келе? Екінші класс? 8-де. Ондай нәрсе есіңнен кетпейді. Осындай моменттер бар ғой, есіңнен келеді. Таңертең оқыған кезде үйдегілер жұмыртқа құрып беретін болады ғой. Американский тұрғасында ма? Жоқ, тек жұмыртқа ғой. Тек далада болып жұмыртқа қойып тауықтың көзін жеп либо сондай жеп шығасың да. Сөйтіп мектепке барамын, бірінші сабақ қой, 8-де. Екінші сабақ болмайды ма неше? Айтар. Ой, неге айттың? Екінші сабақ, олар да бірінші сабақтан бастады. Кешірте салдым, керек. Кешірім сұраймын, одан жігіт келе қойды. Сонда екеуі. Свота деген ішкі керек. Бірінші сабақ 8-де барады. 8-де барам, андай деп. Бір қарасам, мазамға шығады. Өзімде кішкене. Андай алып қаласың ғой. Қолда керек болып тұршы, вообще керек. Мұзды сәтті бұлап тұрады, көмір болайын. Сөйтіп апайға айтайын десем, қысып қоятын сияқты отырмын да мен. Аузымды ашсам ше, сөйлесем андай. Қасымда Құлдыз деген қыз отырады, мен қысқарыстам ше. Төртең андан сөйлесем, құс жіберейін деп тұрмын бәрі. Деген бір келеді ғой. Бірақ айтайын ба? Мынау мен екінші қатардың бірінші партасында отырып, анау доска болса манастың ар жағы сол доскаға дейін жағылды ғой. Екінші класста. Өліп қалайын деп, бірақ ана құсқаннан кейін жеңілдеп қалдым да, бірақ ше, бірақ батыс ауыр болып жатыр да. Бір патологы. Ұялып атын десерді. Құсып тастаған сөйтеді да Құндыз деген атын кесіп тастайық ше. Да. И жаңағы қасымда отырған старостан соны тряпкамен жинап береді ғой, не үшін прикинь. Бұрынғы класстастар өте достойный болған. Қазіргі класстастар вакаға жылайды ғой мысалы. Асқардың айтуы бойынша
историясының барлығы бұның түйені мен красавчикпін дегенге келіп тұр ғой. Бұның бәрі қыздар айдар бір қыз оған жүрейікші дейді. Артынан бір қыз келеді де бұның қызығын жинайды. Ойласай. Жоқ, мына әңгімесінде мен екінші класста Қандай қыз ол деген алдың қызыңдай. жоқ, не в коем случае ол жиналатын нәрсе ойды өте бермейді ғой. сол кезекші болып қалады. Может кезекші, может енді Асқардың ұялып тұрғанын, андай ауырып тұрғанын көріп, поддержка ғой. Қыздардың күшті. Детский травма болған жоқ па кезде? Или жеңілдеп жаттыңдар? Жоқ, құсқаннан кайф болып қалады. Ауырып жіберді. Так, манастың артына дейін где-то 3 метр. Иә. Пружина болды ма іште не болды? Білмеймін сол. Кәдімгі ішінде оқыдым ғой. Лечение классасы естідім. Осындай Достар, біз қазір тизерге күшті бір нәрсе жасап жатырмыз. Бұл сіздерді осыны көріп отырғандарыңыздың себебі осы да, в общем. Бастайын ба? Иә, баста. Давайте серьезно жасайық. Мені ішке кіргізеді. Ішке кірсем 10 қыз тір жалаңаш тұр ғой. 10 қыз? Иә, мен кішкентаймын. Өзің кішкентайсың ба? Жоқ, менікі кішкентай. Деген сияқты. Өстіп, бас жағына қырқып қойып қоятындар бар ғой, бірақ ондай нәрсе жоқ та. Негізі бұндай нәрселер болмаған, міне төбемде Құдай тұр ғой. Бұны не дейміз, маркетинг дейміз ба? Маркетинг. Енді, көріп атасыздар ғой, кейбір нелерде сұхбатты қызықтыру мақсатында басына қырқып салып қоятындар. Біз ортасында TikTokқа өшен саламыз. Ортасында ашып бердік. Айбай, подкаст түсіретіндерді ашып. Әңгімеңді айтасың ба? Или мен айтайын ба тағы біреуін? Айтсаңшы, мен әңгіме есіңе түсіріп алсаң онда, ойланып отырсаң онда. Короче, мынандай болады. Мектепте өмір қызық. 133 пен Ақсайда оқыдым да мен, 133 пен 123, короче, бір қызға таласып қалады да, короче. Екі мектеп па? Екі мектеп, короче. Екі мектептің нормально жүретін балдары ғой, короче, типа. Бұрынғы соғыстарда қыздар үшін болған көбісі. Жалғастыр. И сонымен бізде бір бала оқитын бала айтады, бля, в общем, ана жақта мен қызыма беріп жатыр екен дейді да, короче. Не дейді? Субтитрмен болады. Бірдеңелер болып жатыр, короче, екеуінің арасында түсініспеушілік болған. И екеуі паразам тұратын болады, короче, әңгіменің қысқасы. И паразам тұратын болады да, и андай талпа болып келу керек боламыз, бірақ ше. И тұрамыз да, обедтен бастап бүткіл талпаны жиналып, кешке дейін күтеміз мектепте. И кешке аналармен кездесуге Ақсайдан шығамыз 123-ке қарай. И олар бер қарай шығады, короче. И кетіп баратамыз, аналармен жүреміз, районда кемейді күтеміз, короче. И бір кезде қарнымыз ашып бастайды ғой, аналарды іздеп жүрміз ғой районнан. Олар біз іздеп жүрміз, білмеймін, телефон жоқ па ол кезде или. И сөйтіп жүреміз, и түн болып жатыр, сағат 10-нан асып жатыр. Біз обедті бірден бастап жүрміз, төбелесіп күтіп ше. Әкең уақыт қойып қоймадыңдар ма? Примерно адам дейтін ана жерде досым ше, кәдімгі бір 2-3 класс бар ғой, сондай болып жүр ғой. Елу ма? Иә, ана бүйтем мол әңгімелер, короче. И бәріміз деп нан аламыз ғой, вообще. Қарнымыз ашып кетеді да. Лепешка, көп лепешка жейміз ғой. Сөйтіп әрең дегенде 11-лерде кездесеміз да. И ана екеуі төбелесетін болады да. И круг создавать етеміз. Жүгіріп барып, ана бала біздің баланы шығарып бір мой бала. Мен кіргетіп. Мына жерін кесіп алып салу керек ау. Кіріп кетеді да, короче. Пикание беріп қалдыра берейік мына жерге. Бұл ұрып бытсын шарттайды, короче. Бір 5 минут, бір 3 минут па болды. Сөйтеміз да, болды, бітті. Нанымыз жеп қайтамыз ғой, ойлайсың, сонша уақыт күткеніміз 3 минутта болған жоқ қой. Бір удар болды, соны қайтып кетеміз ғой, бітті. Жүгіріп бар, бір ұртты қуатта дік. Все, дома. Салам алейкум. Талпа болып қайтып кеттің. Сонымен талпа болып қайттым. Так. Қанша жиналған. 3 минут, соңғы 2 бойым поражение болған ғой. 3 минут. Екінші атаманға таласатын болды. Бір бала Қызылордадан келеді. Сен қалай екінші атаманға таласың? Короче, бірінші атаман болады, екінші атаманға таласамыз дейміз. Ана бала Новыйдан келген, короче. Сен нешінші атамансың? Мен екінші атаман болам негізі, короче. И сөйтеміз да. Сен таласасың ба біреу? Иә, мен оның алдында бойларым бәрін ұтып жатқам, короче. Бойсыңды қорғайсың ғой. Иә, сондай ғой. Короче, бәрін ұтып жатам. Бір 3-4 баланы ұтам, мектепте екінші атаман болып жүрмін, короче, класста. 7-ші класс қой. Сөйтіп бір бала келеді басқа қаладан.
сөйтіп нормально жүреді да, екінші ата алмады. Бәрі ешкім төбелеспейді, короче. Мен төбелесесің ба дейді. Кетіп төбелесейік деймін да, далаға шығамыз, короче. Жүгіріп барып ұнайын десем құлап қала беремін ғой, короче. И мен балдар мен қорғап тұрғызып ала береді дейін, төбелес бастап кетсе, короче, мен ажыратып тұрғызып алады әдейі ше. Қайтадан барып жүгіріп барып қайтадан құлап қаламын, короче. Теуіп тастай береді ғой. Мен бір 4-5 рет құладым да, бля, болды, ұтылдым дедім, короче. Сөйттім да, ертесіне мектептен ауысып кеткенсің ғой. Басқа мектепке барып, ояқта қырылмай, сосын неге барып, колледжге барып, ояқта біреумен төбелесем да, ояқтан да ұтылып қаламын ғой. Сөйтіп соңғы кезде вообще поражение көп болып жүр. Жақсы бір дайындайтын тренерлер болса алыңдаршы, төбелесуді үйренейінші мен. Кім еді, бір боец бар еді ғой, Тони ғой, Тони Фергюсон ба, соңғы бойларын бәрінде жеңілді ғой, сол сияқты ма? Тони сияқтысың ғой. Сосын қазір төбелеспеймін. Төбелесте жеңілгенмен өмірде жеңілме дей салайықшы. Ондай бір әңгіме. Есіңе мені аласың бәрін алаңдап жүрген. Айттым ба айтпадым ба білмеймін, короче. 7 или 8 оқимын ғой. Біреуін айтшы бар. Екеуін оқи алмайсың ғой сразу. Екеуін ортасы жазғы каникул. Қойып саған ше. Ля, ұтып қойдың. Короче, 7-8 оқимын, 2011 или 12-нің жазы. Сол кезде агенттің кезі. Анау ма? Иә. Қатты ұялам, бірақ шерге айтқан емеспін, айтайын деген ғой. Эксклюзив деп. 7 ма 8-ші класс оқимын, агенттің кезі. Үйде жүрмін, короче, сөйтіп 8 оқиды екен ғой, примерно. Сөйтем дағыны, бір қыз жазады, короче, агентте. Привет, қалайсың дейді. Жақсы, сен қалайсың, жақсы. Әдемі қыз, агентте көресің, фотосын көре аласың ғой. Янадан да әдемі ма? Жоқ, ол кезде білмеймін, брат. Айтпаймын бұл. Кесіз, просто жеңгем ғой, мен жеңгем жақсы көремін просто. Янадан әдемі емес. Сөйтіп айтасыз. Сөйтем да абасын фотосын көремін. Бірақ әдемі. Әдемі ғой енді, сол кезде әдемі болып тұр да енді. Сөйтем да, мынандай қыздар жазама не деп шокпын ғой, короче. Агенттің кезінде ше. Сөйтем да, жылын қараймын. Типа менен бір жас кішкентай ма или бір жас или жастымыз ба, сондай, короче, жылы ше. Фейк деп ойламайсың? Жоқ, фейк деп ойламаймын. Сөйтіп сөйлесіп отырмын. Короче, қай районнан боласың? На районнан боламын. Түркістанның қызы біліп отыр Түркістанды мыңға ше. Сөйтіп сөйлесетін, қай мектептенсің? На мектептен. Мә, күшті сияқты оқисың ба? Я, күшті, қызың бар ма дейді. Жоқ деймін бір кезде, сен жігітің бар ма деймін. Ол жоқ дейді, короче. Сөйтіп андай деп жүріп алатын екен деп андай күшті әйтеуір сөйлесіп жүріп, короче. Бірақ енді бірден бірінші күні айта салмайсың енді. Сәл уақыт өтсін деп сөйлесіп жүрмін. Не істеп жатсың, анау бір кезде жігітің бар ма, қызың бар ма, сосын бір кезде, короче, жүретін болдық қой, короче. Сол күні? Жоқ, ол күні емес, уақыт өткен. Может, 1-2 аптадан кейін ғой, короче. Жүретін болдық қой екеуміз. Жүрейік та, давай деп жүріп бір-бірімізге фотолар жіберші деймін, ол фотолар жіберіп тастайды, маған фото жіберші дейді. Мен фото жіберіп тастаймын маған. Сөйтем мәзбін, короче, ше. Әйтеуір тез мегабайт салып сөйлесіп алып жүресің ғой, короче, ше. Агенттің кезі сондай да. Сөйтіп жүрмін, уже біраз сөйлесіп тастағанмын. Одан кейін андай әңгімелер болады ғой, даже ше. Білмеймін, оның қандай оймен жазған ше. Типа фотоларың жүріш, голый фотоң жүреш деген сияқты ше. Мана қыз қуама деп жібердім. Типа переходной возраст қой, 8-ші класс болып, үлкен класс болдым деп ойлап жүрмаған өзін деген сияқты әйтеуір ше. Сөйтіп қуады екен ғой деп, оны явно жіберген жоқпын енді. Мынау прям откровенный қыз екен ғой деп ойладым. Түркістанда осындай да қыздар бар ма деп өзім таң қалып шок болып жүрмін. Еще осындай қызбен сөйлесіп жүрмін ба деп ше. Сөйтіп кездесейік десем, каждый раз бір нәрсе болып жатады, короче. То сабақта болып жатады, то дайындықта болып жатады, то мына жақта жүрмін деп фотолар жібереді, короче. Сөйтіп, айтайын ба, бір 2,5 ай сөйлесіп жүрмін ғой. Сөйтіп, 2,5 айдан кейін сестрам мен жездем үйіне барамын. Ол кісілердің үйленгендеріне бір 2 жыл болып қалған. Сол кісілердің үйіне қонаққа барам. Ол неде тұрады, қаланың шетінде басқа районда тұрады да, коммунизмде. Сол кісілердің үйіне барам, короче.
ана қыз сол райондық етін, короче. И мен айттым, сен районыңа келдім деймін ғой, короче. Кездесейік та деймін. Işte бүгін ба дейді, короче. Я мен сенің районыңа келдім. Блин, мен районнан кетіп қалдым ғой дейді. Шатырым дейді, жындымын, бұл ете береді деймін да. Işte келесің ба деймін, келем кешкісін кездесейік дейді ғой, короче. Сөйтіп болды деймін да. Дайындаламын ғой, короче. Кешкісін уақыт қойып аламын да. Таза носки кийдің ба? Типа енді шашыңды реттеп, әйтеуір орбит сатып алып келіп, магазиннен, дайындық жасап жүрмін ғой, короче. Үстімді бүйтіп Әртіс көйлек. Өзім не жақта жүрмін ғой, сөйтіп кешкі тамақ ішіп алайық деді ғой. Жездем бар, сестрам бар, и мен ғой, короче, үшеуміз столдың басында отырып. Бір кезде сестрам шай құйып беріп отыр. Жездем маған қарап күле береді ғой, короче. Сен жынды ма деп сосын күле беремін. Сестрам тұрады да, әлі айтпадың ба айтсай дейді ғой, короче. Нені деймін ғой, короче. Мынау саған жазып жүрген абзал ғой біздің дейді ғой. 2,5 ай бойы ма? 2,5 ай мен қазір мына жерде айтпай отқан сөздерім бар ғой, агентте сөйлескенше. Сөйтсем 2,5 ай бойы жездем фейк аккаунтпен бір қыздың аккаунтымен алдап келген ғой менде. Жоқ болып кетемін ғой, ұялғанымнан тамақ ішкім келмей қалады. Не айтарым, не істерім білмей қаламын ғой. Е-мое, сондай бір қатты ілініп қалған кезім болған. Одан кейін тексеретін шығарым. Одан кейін ешкімге сенбейтін болып қаласың, короче. В общем, фейктің патологы бар. В общем, бір дос балам, в общем, фейк аккаунт ашады, анан 1 жылдай ма жүргізеді ғой, в общем ше. 1 жылдай ма жүргізеді, сөйтіп андай там басқа бір қыздың аккаунтын алып алғанда, андай танымайтын бір қыздар болады ғой. Соныкін алады да, сол не салады, соның бәрін анауда салып отырады. Чётке қылып ше, короче. Фейк, бірақ? Бірақ фейк. И өзі там тамақ пісіріп жатқан кезде үйінде сестренкісінің или мамасының қолымен бүйтіп андай түсіріп алады да. Бүгін мынандай жасап жатырмын деп сөйтіп жүргізеді. Кәдімгі активно жүргізіп жатыр. Кәдімгі сөйтіп стористар салады, актуальный стористар бар, короче. И андай даталарын қараса, в общем, андай білінбейді, короче. Там қазір мысалы біреу фейк екені андай датасынан білініп тұрады ғой. Там 2024-тің бір датасында 18 ноябрь, 19 ноябрь, 20 ноябрьде фотолар тұрады. Анада ондай емес, в общем. Бір фотосы сентябрьде, бір фотосы январьда, бір фотосы мартта. Кәдімгі натуре, в общем, сеніп қаласың анағанша. Сөйтеді да ол бір досымен сөйлеседі ғой, в общем ше. Дос балаға жазады. Ана ха-ха ұстаймыз да, бізде аккаунтын сұрап аламыз да, короче, бізде жазамыз анағанша. Сөйтіп жазып сөйлесіп жүреміз, анау кәдімгідей ғашық болады, кездесек дейді, жаңа сен айтқандай ше, тоже босамай қалады, андай болады, мындай болады. Аудио жіберші деген кезде там дос қызына біреу жанында жүрген кезде сонымен аудио жібертеді, короче ше. Прям сендіріп тастайды. Сөйтіп бір күні ана дос балама ақша керек болады ғой, ше. Осындай ауырып жатырмын, үйдегілерде ақша болмай тұр, сондай 10 000 теңге керек болып тұр дейді ғой. Анау давай жіберем, номер жібер дейді. Сөйтеді да жеңгесінің ба біреудің номерін жібереді, в общем, ана. Валидет ету үшін. Сөйтеді да ана 10 000 теңге салып жібереді. 10 000 теңге бар уже бізде, в общем. Сөйтеміз да, қызға 10 000 теңге берді ғой, давай біз өз атымыздан сұрайық дейміз ғой, в общем, ше. Біз жазамыз, осыны срочно ақша керек болып тұр дейміз ғой, в общем, ше. Жоқ дейді ғой бізге ше. Бұл жерде жігіттікі дұрыс деп ойлаймын, балдар. Сендерге жоқ дегені ше? Жоқ, жан досың. Жан досың болса, можно. Жан досың, ана қыз... Енді мен ойлаймын да, қызды натуре жақсы көріп қалды ма, бір енді көмектескісі кеп, внимание істегісі кеп, бөлінге, бізге жоқ деп жазып жібереді ғой. Біз жауап бермейміз да, қыздың аккаунтымен көтің боқ деп жазып жібереміз ғой. Шадасқап па? Жоқ, натуре, жынданып ше. Білді ма потом айттыңдар ма? Білді, анадан біледі ғой, анау жоқ деп тұр. Біз қыздың аккаунтына кіреміз да, өзіміз жауап қайтармаймыз да, ана аккаунттан көтің боқ деп жазып жібереміз ғой. Короче, бір история бар менде. Сондай ауыр история болған, одан кейін ол жігіт кәдімгідей ренжіп бізге ше. Поқиғалау екен, бірақ сосын түсіндіріп бердік осындай. Короче, Асқардың бір ұқсас бір история бар, короче, мектепте оқып жүрмін. Құстың ба деп. Жоқ, 8 класс оқимын ғой. Кәдімгі үлкен жігітпін ғой, 8 класс. Есіңді білесің ғой. Есіңді білесің 8 класс. 8 класста. Не салданып жүрмін ғой өзі. 7 класс оқитын бір қыз болған тұғын, короче.
И жүреміз где-то марттың бір үшіне қарай ма, жоқ марттың бір марттың 32-сі деп бізді алдап отқан болсашы. марттың 6-сы ма примерно, короче. Көріп жүреміз де мектепте. Ең сол күндері типа бүйтіп көреміз де, жүріп кетеміз, короче, аяқ асты. Бір қызбен ба? Иә, бір 7-ші класста қойды оғыз брат, короче. И 7-ші марттың дайындалып, сыйлығын беріп, короче, дерзкий сыйлықтар беріп, 15 теңге ма құрттым, короче, примерно. И 9-ші март күні жүрмей ақ қойын дейді маған бір екен. 9-ші май күні. Март. 9-ші март. Бір күннен кейін. Бір күннен кейін. Сөйтіп лоқып кеткен ғой мені бір қыз мектепте, ё-моё. Сол есімен түсіп лоқ болып отқансың. Сөйтіп ол мектептен де ауысып кеттің ба? 9-ші класста ауысып кеттім ол мектептен. Қарашы, ауыса бересің. атамандықтан түсіп қалдың. Еще 9-ші март күні лоқып тастап кетеді. Еще таяқ жек қалды. Еще. Одан кейін таяқ жеген жоқпын бірақ. Төбелеспедім да, просто төбелестім да таяқ жеп қалдым. Сыртқа шығып ұрып. 8 март дейсіңдер ма? Деп просто сұрақ қойған болса. Мен өмірде гей көргенмін ғой, прикинь, ебать, кәдімгі прикинь. Натуре гей көргенмін. Мен әлі көріп отырмын. Қайда? Ей, не өкет қойған. Ебать, гей көргенмін ғой. Натуре похуйға болып кетті ғой. Да, құрметті достар, сіздерге историяларымыз ұнаған болса, келесі выпуск шықсын десеңіздер, 20 000 лайк жинайық, комментарияны тоқтатпай жазыңыздар оқиғаларыңызды. Құдай қаласа, екінші выпускын тез арада шығаратын боламыз, Екінші выпускта сіздер жазған комментарийлардың ішінен топ біреуін алып, біреу емес, бір 5-еуін алып оқып берейікші, тез қызықты-қызықтыларын. Достар, бізде осы жоба ұнаса жалғастырайық па, жазып кетіңіздер астына. В общем, арнамыздан алыстамаңыздар, бұның барлығы сіз бен біздің ара қатынасымызды жақындастыру үшін.